Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай үлпілдек, жұп-жұмсақ, дәмді бауырсақтың рецептісін ұсынғым келеді. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Оған дейін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен апарасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысқа 250 грамм жылы суымызды құйып, 1 шай қасық ашытқымызды салып, араластырамыз. Оның үстіне 3 ас қасық қантымызды салып, араластырып, 10 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Енді апарамыз көтерілгенше басқа ыдысқа жылы сүтімізді құямыз. Үстіне 2 жұмыртқамызды салып, ерітілген сары майды құямыз. Және де майонезді салып, майонезді салуды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Одан кейін 1 шай қасық тұзды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді осының үстіне апарамызды құйып жақсылап араластырамыз. Менің апарам онша жақсы көтерілмей қалыпты, себебі мен үйдегі көнелеу ашытқыны қолданған болатынмын. Егер де жақсы ашытқы қолдансаңыздар, көпіршіп әдемі болып көтерілетін болады. Енді үлкендеу ыдыстың ішіне құйып, оның үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, алғашында аз-аздан салып, шанышқымен араластырып, кейін қолымызбен жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Бізде осындай қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр шығуы қажет. Енді қамырымыздың бетін жауып 1,5-2 сағатқа тындырып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді үстелдің үстіне май жағып, оқтаудың көмегімен қатты жұқа етпей жайып аламыз. Стаканның көмегімен осылайша домалақ пішінді келтіріп аламыз. Болмаса 4 бұрышты етіп те жасай берсеңіздер болады. Кесілген бауырсақтарымыздың бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Қызып тұрған майға бауырсағымызды салып, қып-қызыл қылып, яғни екі жағын қызартып, әдемілеп қуырып аламыз. Мінекей біздің үлпілдек дәмді бауырсақтарымыз дайын болды. Сіздер де тура осы рецептпен дайындап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Тегін лайкты аямай басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал егер бұрын-соңды маған тіркелмеген болсаңыз, подписаться басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айгерім.